Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін қыстық қызанақ салатын дайындайтын боламыз. Біздің бұл жыл сайын жасайтын өте дәмді, сәтті шығатын рецепт. Сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Сондықтан лайк басып, пікір қалдыра отырыңыз. Каналға жазылып алуды ұмытпаңыз. Керек заттардың мөлшері видеоның астындағы описанияда толық жазулы тұр. Ең алдымен сәбізімізді жуып, тазалап, ашып алып, осылай үккіштің көмегімен үккіштен өткізіп алатын боламыз. Барлығын өткізіп аламыз, қызып тұрған майға салып қуырамыз. 5-10 минут аралығында сәбізіміз кішкене жұмсарғанша қуырып аламыз. Сол уақыт аралығында тәтті болгар бұрышын алып, осылай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Мен осылай ұзынша етіп тураймын. Қалауыңыз бойынша көбейік етіп немесе ірілетіп турасаңыз да болады. Достар, қазақ фудблогының дамуына үлес қосып, міндетті түрде каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Достарыңызбен де бөлісе отырыңыз, пікір қалдырыңыз, міндетті түрде жауап беретін боламын. Барлығын турап аламыз, осылай сәбізіміздің үстіне салып, оны да қуыратын боламыз. Болгарский мен екеуін 15 минут қуырамыз. Келесі кезекте қызанағымызды артық заттарынан тазалап, осылай ет тартқышқа салатындай көлемде етіп барлығын турап аламыз, жуып тазалап. Ет тартқыштың көмегімен барлығын майдалап өткізіп алатын боламыз. Өте дәмді менің каналымда салаты лечоның рецептісі бар. Мына жоғарыдағы подсказкаға қалдыратын боламын. Сол сілтемеге кіріп, сол лечо салатының өте керемет рецептісін көрсеңіз де болады. Мінекей барлық қызанақтарымызды осылай ет тартқыштың көмегімен өткізіп аламыз. Достар, менің арнамнан қысқа сақталатын компот, варенье, салат, неше түрлі дәмді тағамдардың рецептісін таба аласыз. Сондықтан жоғалтып алмас үшін міндетті түрде видеоның астында тұрған подписация белгісін басып қойыңыз. Қоңырауша белгісін басып қойды да ұмытпаңыз. Тәтті болгар бұрышы мен сәбізді қуырып болған соң үлкен ыдысқа ауыстырдым. Үстінен қызанағымызды құямыз, жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып аламыз, қатты отта қайнағанша, одан соң қайнағаннан кейін астын баяулатып, суы тартылғанша осылай қайнататын боламыз. Осы суы тартылып қоюлану қажет. Қайнап жатқан кезде татымына қарай тұз қосамыз, құмшекер саламыз. Құмшекерді міндетті түрде қосамыз, ол қызанақтың қышқылдығын жояды, өте тәтті дәм береді. Орташа отта қайнатамыз, міндетті түрде астын қозғап отыруды ұмытпаңыз, асты жабысып қалуы мүмкін. Қозғап араластырып отырамыз. Біраз қайнағаннан соң үстінен майдалап туралған сарымсағымызды қосып араластырамыз. Ащы бұрыштан да қоссаңыз болады, мен турамай салдым. Үстінен укроп саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ащы бұрышты турап қоссаңыздар да болады, ол кезде дәмі әшірек болады. Мен дәмі шықсын деп бүтіндей салдым. Үстінен домалақ қара бұрыштан салып араластырамыз. Лавр жапырағын осындай майдалап салсақ, дәмі ерекше болып шығады. Жақсылап араластырып аламыз. Мен бұл салатты 1 сағаттай қайнаттым, орташа отта суы тартылды, өте дәмді болып шықты. Дайындалуына аз уақыт қалғанда үстінен уксус құятын боламыз.
Сарымсақ, уксус, қалған заттарымызды салып болғаннан соң тағы 10-15 минут аралығында қайнатамыз. Сонымен біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіз де жасап көріңіз. Дайын болғанын білу үшін қоюының барлығы астына түсіп кетеді. Осылай бетіне сұйық бөлігі ғана шығып тұрады. Араластыра отырып банкімізге құятын боламыз. Банкамызды алдын ала стерильдеп дайындап аламыз. Қақпақтарымызды қайнатамыз. Салатымыз банкілерімізге ыстықтай құйып, бірден қақпағын бұрап тастайтын боламыз. Теріс қаратып төңкеріп қоямыз жылы жерге. Осымен біздің өте дәмді салатымыз дайын. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет.